Әкем қайтыс болғаннан соң, анамның да денсаулығы сыр бере бастады. Бұл үйде не шешең тұрсын, не мен тұрайын, шаршатты әбден. Өткіз анау қарттар үйіне. Сол шешең үшін мына үйде күнде ұрыс. Берекеміз кетті. Шалының артынан неге кетпейді екен? Өткізбесең, бала шағамды жинаймын да кетемін. Қалыңдар шешең екеуің. Арада бір ай өтті. Әйелімнің қабағы ашылмады. Балаларды да әдейі жылатады. Анама әдейі суық шай, дәмсіз тамақ береді. Жұмыста болатынмын. Үлкен ұлым телефон соқты. Тез жетіңізші, өртеніп жатырмыз деп. Алып ұшып үйге жеттім. Анам өзі тамақ істеймін деп, ас бөлмеде өрт шығарып алыпты. Жері болғаннан соң сыртқа шығып үлгеріпті. Әйелім де менің артымша келді. Болды жетер, құрт шешеңді. Бір күні мына түрімен үйді өртейді. Жап жаңа мебеліміз құрыпты. Бір жағынан әйелімдікі де дұрыс шығар. Біз үйде жоқ кезде жалғыз қалады. Ертең үйді өртеп жіберсеші. Одан да қарттар үйінде жағдайы дұрыс болады. Мен осы шешімге тоқтадым. Араға бірер күн салып, анаммен сөйлестім. 1-2 айға сізге санаторийге путевка алып келдім. Демалып, кішкене денсаулығыңызды түсеп қайтсаңыз. Маған осында да жақсы ғой балам. Ол жерде жағдайым бола қояр ма екен? Сендер жұмыстасыңдар. Мына үйге де бас көз болатын адам керек. Бәрін қойшы. Ол жақта кетсем, кішкентай Бәкөнтайымды сағынамын ғой. Бәкөнтай деп отырғаны ең кішкентай немересі. Әжеммен бірге ұйықтайды, онсыз тамақ ішпейді. Екеуі бір-біріне сондай бауыр басып қалған. Ары айтып, бері айтып, ол кісіні ақыры көндірдім. Анамның 2 сөмке заттарын машинаға салып жатқанда, Бәкөнтай әжесінің кетіп бара жатқанын көріп, қолынан тартып, кетпеші, кетпеші деп жылағаны әлі көз алдымда. Анам да оны қимай, бет орамалымен көзін жасын сүртумен болды. Әжең доғдарға барып келсін, сосын саған көп ертек айтып беремін. Құлыным сол, күтіп жүр, мен келемін. Бала жүрек, әжесінің енді қайтып келмейтінін сезгендей. Машинаның артынан біраз жерге дейін жылап жүгірді. Иә, періште жүрек бәрін де сезді, бәрін. Анамды атың өшкір, қарттар үйіне әкелгенде ғана қайда келгенімізді айттым. Бәкөнтайым, сонда жібергісі келмеген еді. Жақын адамның келмеске кетіп бара жатқаның сезіпті ғой. Білемін балам, мен үшін келіммен көп ұрсатын болып кеттіңдер. Солай шешсеңдер, көнемін. Қалдырып кетмені. Бірақ бір ғана өтінішім бар. Бәкөнтайды әкеліп тұрыңдар. Көзімнің тірісінде маңдайынан иіскеп жүрейін. Ертең өлгеннен соң дей бергенде мен есіктен шығып жүре бердім. Көлігіме жеткенше жүрегім қатты қысылды. Үйге келдім. Бәкөнтай алдымнан жүгіріп шықты. Көзінен әжемді қайда апарып тастадың деген сұрақты байқадым. Әйеліме анамды қарттар үйіне өткізгенім ұнады. Жаны жай тауып көңілді жүр. Соңғы 1-2 айда жемеген тамақтардың түр-түрімен істеп тастады. Бірақ тәбетім жоқ. Керісінше күрсіне бердім. Анамның орны қатты біліне бастады. Бәкөнтай әжесін күнде сұрайды. Бір күні оны әжесіне алып бардым. Бізде көре сала Бәкөнтайды құшақтай алды. Құлыным, жарығым сол, тәтті балапаным. Үлкен жігіт болып кетіпсің ғой өзі. Қарашы,
әжең саған көп кәмпит жинап қойды. Мә, ала ғой балам, ботақаным. Анам жастығының астынан бір уыс кәмпиттерді алып Бәкөнтайға берді. Жылап тұр. Немересін көргеніне қуанышынан. Кетерде Бәкөнтай әжесінің қасында қаламын деп жылады. Әжесі жатқан керуеттен жібермей ұстап жылап тұр. Бәкөнтай, құлыным, сен үйге қайта бер, жарай ма? Мен ертең барамын. Ақылдым менің, үлкен жігіттер жыламайды. Қане, папаңмен бара ғой. Үйге келгеннен соң, бұлай болмауы керек қой деп ойладым. Анамды қарттар үйіне керексіз адамдай апарып тастадым. Не үшін? Әйелімнің сөзіне ерідім. Кетем дегеннен қорықтым. Иә, мен қорқақпын. Жоқ, қандай жағдай болса да анамды қайта әкелуім керек. Осындай ойлармен 3 айдан аса уақыт жүрдім. Анамды көруге де бара алмадым. Өзім басқаратын фирма банкротқа түсті. Оның арасында жалға алып істеп отырған дүкенімді де тонап кетті. Тек сәтсіздіктер, тек шығын. Бәкөнтай есік алдындағы талдан құлап, аяғын сындырып алды. Осының бәрі аз ғана уақыттың ішінде бірінен кейін бірі болып кетті. Бір күні жұмыста қағаздарыммен басым қатып отырғанмын. Телефоныма белгісіз нөмірден қоңырау келді. Көтердім. Өмірімдегі ең суыт қоңырау осы еді. Қарттар үйінен хабарласты. Анашым өмірден өтіпті. Бала күнімде мектепке қалай мұңтазда етіп киіндіріп жібергені. Мұғалімдерім балаңыздың сабақ үлгерімі өте жақсы деп мақтағанда, менің ақылдым ғой деп маңдайымнан сипағаны. Бір күні өзі көйлек аламын деп базарға кетіп, маған көп киімдер әкеліп, әкеме, мыналарды көріп, баламызға алғым келіп кетті. Көйлекті басқа бір жол алармын дегені. Мен оқуға түскенде мені құшақтап, қатты қуанғаны. Үйлену тойымда қуаныштан толқып жылағаны. Бәрі көз алдымнан лента болып өтіп жатты. Үйге келіп, әскерде жүргенде амандығымды тілеп жазған ескі хаттарын, анашымның қолтаңбасы қалған, сағынышқа толы сарғайған хаттарды құшақтап, өкіріп жыладым. Өкініш тірідей өртеді. Енді кеш. Мен тым кеш қалдым. Тіпті жүрегінің соңғы қағысында естіп үлгермедім. Кеш болды. Мен кеш қалдым. Ағайын, әке-шешеңіз тірі болса, сіздер де кеш қалмаңыздар. Кешірім сұрап, бір звондап, хабарын беріп отырғандарыңыз дұрыс болар. Қайда жүрсеңіз де, әке-шешеңіз тек сізді ғана уайымдайтынын ұмытпаңыздаршы. Ананың қадірін бар кезде білейік.